Марафонымыздың нөмір 96 кітабы Төлен Әбдіктің «Оң қол» атты осындай шағын кітапшасы түскен. Бұл әңгімелер жинағы. Енді бұл автор бізде бірінші рет кезіккендіктен қысқаша таныстырып өтейік. Ол кісі 1942 жылы 4 қыркүйекте Қостанай облысындағы Жангелді ауданы Еңбектеген ауылда дүниеге келген. Қазіргі таңда жасы 82-де. Жалпы бұл кітапта 131 беттен тұратын кітап. Ішінде ол кісінің бірнеше әңгімелері берілген. Оң қолдан бастайтын болсақ, оң қол 30 беттен тұратын әңгіме, хикаят. Бұл жалпы психологиялық тұрғыдағы әңгіме. Психиатриялық клиникада жұмыс істейтін жас маманның сол жаңағы емханаға Алма атты 17 жасар қыздың келіп түсуімен басталады. Ол қыз өзі ұйықтаған кезде оң қолы оны қылқындырып өлтірмекші болады екен. Бұл түсініксіз жағдай. Яғни ол қыздың зерттелмеген миының бір бөлігінде өз-өзін өлтіру туралы бір ақпарат болған. Немесе оның қанымен келген арғы аталарынан, әкелерінен келген бір дерт болуы мүмкін. Сөйтіп ол қыз керемет көрікті қыз болады. Жаңағы жас маман бір жағынан сол қызға көңілі құлайды. Және ол қыздың қасында түнде күзетіп приступ берген кезде оң қолын тез мәртте қолынан қайырып байлап тастап отырып жүрген. Сөйтіп жүрген кезде бір күні Алма айтады, мен де қалаға шығып серуендегім келеді деген өзінің бір арманын білдіреді. Сөйтіп жігіт жұмысынан кейін шығып қол таптырмайтын бір киім, көлік алып, туфли алып, ол қызды жасырын түрде клиникадан алып шығады. Жолда бірнеше қызықты оқиғалар болады. Жаңағы бір гүлді жұлып берші деп саябақта жігіт жұлып беріп жатқан кезде милиция ұстап алады. Сөйтіп тұрған кезде милицияға Алманың өзі кіріп келіп, бір жолға кешірулерін сұрайды. Қыздың сұлулығына таң болған милиционерлерде жіберіп кешіруге бел буады. Сондай бір қызықты оқиғалар болып жүреді. Және ең соңғы күні бұл жігіт бұл қызға үйленуге бел буады. Сөйтіп іштегі ойын ешкімге білдірмей, тек осы психиатриялық клиниканың бастығына кіріп, ол қыздың оң қолын жедел түрде отаменен кесіп тастау керек екендігін айтады. Бастығы басында келіспей, жарайды, ертең сөйлесеміз, қыздың өз ата-анасы өзі келісім беру керек деген сияқты уәждерін айтып, бұл жігіт жаңағы жұмысынан шығып қайтып бара жатқан кезде Алмаға кезігеді. Алма, сен шаршап кетіпсің, үйіңе барып демал, ертең сөйлесеміз деп қайтарып жібереді. Таңертең ерте келсе, ол қыз өз-өзін оң қолыменен қылқындырып өз-өзін өлтірген екен. Сондай бір психологиялық жаңағыдай терең, сондай бір трагедиялық соңы бар бұндай әңгіме. Сөзсіз оқып шығуларыңызға тұрады. Одан басқа тағы да 6 әңгімесі бұл кітапта бар. Ол «Қайырсыз жұма» деген 24 беттік әңгімесі. Онда бір министрдің жаңағыдай жұма күні орнынан алып тастап, жоғарыға хабарласуға сенбі жексенбі болып кетіп, сөйтіп ақыры жүректен инфаркттан дүниеден өтетін туралы бір әңгімесі. Одан кейін «Қонақтар» деген бұл ауылға өзінің балалары келіп, орысша сөйлейтін жаңағы ақсақалдың бала немерелері туралы бір 20 беттік әңгімесі. «Бас сүйек» деген 20 беттік әңгіме. Бұл Жаубөрі деген батырдың бас сүйегін алып зерттеу барысындағы тап болатын сондай бір күрделі жағдайлар туралы. Одан кейін «Бір күндік ашу» деген жаңағы Айгүл деген қарындасының өзгеге ғашық болу арқылы жаңағы ағасының бойындағы ашуы туралы әңгіме. «Жат перзент» деген әңгіме бар, 22 беттік. Бұнда жаңағы әңгімедегі кейіпкердің өзінің жұмыстағы бір ұнатпайтын жігіттің тойда жолдасымен, әйелімен кезігіп, кейін сол әйелдің 7 жылдан кейінгі баласы өзінен аумайтындығын туралы сондай бір әңгіме.
Және Көктерек деген бір әңгімесі бар, қысқа ғана. Ол Қабырға өзені, осы автордың өзінің туған жеріндегі өзеннің бойындағы үлкен Көктерек туралы әңгімелер. Енді барша әңгімелердің өзінің бір терең астарлы мағыналары бар. Дүниедегі әлеуметтік жағдайларды қамтыған жақсы туындылар. Жақсы, Төлен Әбдікпен де таныстық. Келесі кітабымызға өтейік. Келесі 97-ші кітабымыз Қабдеш Жұмаділовтың Тағдыр романы.